Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы. Асығыстық. Өмірде қандай да бір жетістікке жету жолында көпшілік жіберетін қателіктердің бірі іс тиянақталмай жатып, оның нәтижесін көруге ұмтылған асығыстық. Мысалы, көктемде еккен егіннің жемісін күз болмай жатып жаздың ортасында көргісі келген адам тәрізді. Өйткені жеміс әлі піскен жоқ. Сол сияқты күн жылынбай, ерте көктемде бақша егіп тастасаң да сол. Жемісті үсік шалып, еңбегің зая кетеді. Астында жанып тұрған от қуаты мен қазан ішіндегі судың көлемі бірдей, бірақ екі қазанның бірі кеш, бірі тез қайнайды. Мұның себебі не? Деген сұрақ жұмбақты естіген боларсыздар. Жауабы да қарапайым. Қашан қайнар екен деп ыдыстың қақпағын қайта-қайта аша берген адамның суы кеш қайнайды. Өмірде де дәл солай. Нәтижеге асығу, қиыншылықтан жалтару, кездескен кедергіге табандылық таныта алмау жеңімпаздың сипаты емес. Істі бастап алып, қиыншылыққа шыдас бермей, басқа бір оңай дүние іздеп кеткен адамды білемін. Ондай адамдар қандай жұмысты бастаса да оңай олжа, бірден елеулі нәтиже күтеді. Жолда кездескен бөгеттермен күреспестен жеңіл жол іздегендіктен әр істің бір басын шалып, берекесіз өмір сүреді. Әрбір саланың өзіне тән қиыншылығы, ұңғыл-шұңғылы, қалтарыс-бұлтарысы болады. Соның бәрін меңгеріп, үйреніп болғанша талай қиыншылықты бастан кешерсіз. Уақыт өте келе бәрі жеңілдейді. Тіпті қиыншылықтың ләззаты болады. Кез келген жетістік жеңіл жолмен келмейді. Олай болғанда жетістіктің қадірі болмас еді. Еңбектенген күрескер мен жатып ішер жалқаудың айырмас қалмас еді. Қайсы бір ұлы тұлғаның өмірін қарасаңыз, оның күрескер, еңбекқор, қайтпайтын табандылығына куә боласыз. Бұл тұрғыда бүгін адамзаттың игілігіне айналып отырған электр лампасын ойлап тапқан Эдисонның өмірін мысалға келтіруге болады. Ол өз өнімін ойлап тапқанға дейін 10 мыңнан аса тәжірибе жасаған. Зертханасы өртеніп кетіп, бәрін түгелдей жаңадан бастаған кездері де болған. Соңында адамзатты рахатқа бөлеген бүгінгі электр шамы дүниеге келді. Әлемде жаңалықтарымен таң қалдырып көптеген салаға түбегейлі өзгеріс әкелген Илон Масктың өмірде табандылықтың жарқын үлгісі. Ол зымыран жасап ғарышқа ұшырған алғашқы жеке кәсіпкер. Масктың жасаған зымырандары әрі арзан, әрі шағын, әрі тиімді. Ол бар капиталын шамамен 200 миллион долларын ғарышқа жүк тасымалдайтын зымыранды жасап шығуға жұмсады. Ұзақ жыл әріптестерімен бірге ұйқы-күлкі көрмей сынақ алаңында жүрді. Жасаған зымыраны техникалық ақау салдарынан 3 мәрте ғарышқа жетпей ауада жарылып кетті. Бір жағынан қаржы рәсуалығы, екіншіден досқа күлкі дұшпанға таба болды. Осының бәріне мойымаған ол 4-ші зымыранын сәтті ұшырып ғарышқа шығарды. Бірақ бизнесті әрі қарай жалғастыруға компаниясында қаржы қалмады. Дәл осы сәтте NASA оған 1,5 миллиард долларға тапсырыс береді. Сөйтіп Илон Масктың жаңа дәуірі басталды. Рахат пен жайлылық бар жерде тыныштық табылатыны рас. Бірақ ол орында тұра берген судың қандай күйде болатыны мен ағын судың барар жері қандай екенін жақсы білеміз. Бұл ғаламда жайлы өмірден жалыққандар мен алысып жүріп арманына жеткендер бар. Әрине, таңдау әркімнің өз қолында. Біз қызыға қарап жүрген ұлы тұлғалар аспаннан салбырап түсе қалған жоқ. Жақсылыққа ұмтылу, мақсатқа деген адалдық, жетістік жолындағы табандылық оларды шыңға шығарды. Кейде шарасыз күйге тап болатынымыз бар. Бірақ барлық есіктер жабылып, тығырыққа тірелу, басқаша жол іздеп, жаңа бағыт табуға сыйланған мүмкіндік екенін әсте ұмытпа. Әр сәтсіздік бізге берілген жаңа күш, жаңа мүмкіндік. Бірнеше тәуекелден қорықпа, нық шешім қабылда, жүрегіңді тыңда, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтар. Ұмтылған сәтте қанатыңды серпіп көкке көтеріле алмай қалсаң, қолыңды бір сілтеп кері шегінбе. Табандылық танып, қарекетті тастама. Аз аялда да қайта серпіл. Қыран құс
бір күнде биікте қалықтап ұшқан жоқ. Қанатың талса, бағытыңды өзгерт, бірақ мақсатыңнан ауытқыма. Қай жолмен жүрсең де мақсатың алдыңда күтіп тұрғанын ұмытпа. Мұны табандылық дейді. Сені жеңімпаз ететін осы табандылық.